Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз шоколадный кекс пісіретін боламыз. Жасалу жолы өте оңай және құрамы қолжетімді болып келеді. Бұдан басқа менде сливочный кекс та бар. Менің каналыма кіріп, содан қарап жасасаңыздар да болады. Менімен бірге жасаңыздар достар. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, какао, сары май, қопсытқыш, қант қажет. Алдымен жұмыртқаны, қантты салып араластырамыз. Қантымыз ерігенге дейін араластырамыз. Сары майымызды саламыз. Тағы да араластырып жібереміз. Оның какао разрыхлительді бір-біріне қосып араластырамыз. Содан кейін массамызға екі бөлікке бөліп отырып саламыз. Видеодағыдай бірінші араластырып аламыз. Екінші бөлігін салып тағы араластырамыз. Содан кейін барып миксерлейміз. Ешқандай түйіршік қалмайтындай миксерлейміз. Формаға құйып шығамыз. 1/3 бөлігіне құямыз, толтырып құймаймыз. Күшті пышный болып шығады. Силиконовый форма болмаса, қағаз формаға да құйсаңыздар болады. 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Дайын болды достар. Бір жасағанда 24 штук шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас